Сәлем достар, бүгін мен сіздерге реттілік туралы айтқым келеді. Жалпы реттілік қайдан пайда болады? Реттілік ол біріншіден айтайын, артық заттан, үйде қолданбайтын артық заттан, арылудан пайда болады. Үйде мысалы қандай заттар бар, жылына бір-ақ рет қонақ күтсеңіз, мысалы ол сервис сізге қажет емес. Оны прокатқа да алуға болады. Соғұрлым сіз қонақ күтемін деп ақша шығындайын деп жатсаңыз, оны прокатқа ала салуға болады. Егер шағын ғана үйде тұрсаңыз, сервиске ақша құрту, ол өзіңіздің жай күйіңізді құртумен тең ғой. Сондықтан да ондай сервис, коробка сервис, коробка қолданылмайтын ыдыстың бәрін ығыстырып, сататын сатып жіберіп, яки болмаса беретін беріп жіберіп, қайырымдылық бар, қайырымдылық ұйымдары бар, сондайларға беріп жіберіп, жарамсыз ау дегендерін қоқысқа лақтырған дұрыс болады. Осындай бір артық заттардан құтылғаннан кейін сіздің өміріңізде жайлылық орнай бастайды, реттілік орнай бастайды. Сосын киімдерге де қатысты бұл. Киімдерді әсіресе ең көп алатын нәрсеміз біздің киімдер, ала береміз киімді, ала береміз киім жоқ секілді, әсіресе балаға көп аламыз. Енді баланың киімін де сұрыптау керек. Киеді, күнделікті киеді деген жайлап бөлшектеп жинап қоямыз. Организаторларыңыз жоқ болса, организаторды жасап алуға болады пакеттен. Ол туралы менде видео бар, менің арнама кіріп қарап көрсеңіздер болады. Қалай организаторды, организация жасайтын кішігірім затты қалай жасауға болатынын көрсеткем. Сол сөйтіп бір реттеп қойсаңыздар болады. Солай реттейсіздер, киетін ғана затты ғана қалдырасыздар, кимейтін қалған заттардың барлығын беріп жібересіз, қоқысқа тастайсыз, сатасыз, әйтеуір солай олардан құтылуға болады. Өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз, сол киімдер тастар алдында, мен бұны қашан кидім, кием ба, кимеймін ба, жалпы бір жылдықта, осы соңғы бір жылдықта кидім ба, кимедім ба, Тағы басқа заттарға да байланысты, кітаптар болуы мүмкін, қолданатын әшекей бұйым, қолданбай бұрыннан қалып кеткен, бижутерия, әртүрлі тастар, бірдеңкелер, заттар, блокноттар, түрлі қолданбаған яки жазылып қойған сізге қажет емес. Сол заттарды қолданбадыңыз ба осы бір жыл аралықта, қажет емес па, ол сізге одан құтылуға асық болған дұрыс. Солай сіз айналаңызды реттеген кезде өзіңіздің миыңызда да реттілік пайда болады. Тек қана өзіңіз емес, балаларыңыз да сол реттілікке үйрене бастайды. Сіз реттеп пайдаланғаннан кейін балаңызға да көрсетесіз, осылай реттеп орнына қой заттарды десеңіз, үйіңізде шашылмайды, үйде реттілік пайда болады. Көп зат болмағаннан кейін, артық қолданатын зат болмағаннан кейін, үйде тап-тұйнақтай болып тұратын болады. Үйді жинағанда да бұрынғыдай жынданып, ашуланып жиналмас, осы үйдің тірлігі өтпейді деп 20 минуттақ, 30 минуттақ жинап қоятын боласыз. Тек шашылған жерді ғана жинап отырасыз. Тіпті кішкентай бала бар болса да. Осылай сізде реттілік миыңызда пайда болғаннан кейін, айналаңызды реттейсіз ғой енді, осылай реттілік пайда болғаннан кейін, сіз жалпы өміріңізді реттей бастайсыз, өзіңіздің режиміңізді реттей бастайсыз. Яғни, ерте жатып, ерте тұратын боласыз. Ол белгілі бір дәрежеде, өте жақсы дәрежеде, тіпті жоғарғы дәрежеде сіздің денсаулығыңызға пайдалы. Сіз бұрынғыдай көп ашуланбайтын боласыз, бұрынғыдай агрессия, артық эмоция, анау қалып кеткен 40 жылдық өкпе-реніш кететін болады. Менде сондай сезім болды. Ол бүткіл адамда болатын сезім. Артық заттан құтылған сайын адам артық эмоциядан құтылады екен. Бұрынғы жаңа қалып кеткен өкпе-реніш ата-анаға, бауырға, туыс-туғанға, балаңызға да ренжуіңіз мүмкін. Соның бәрі артық заттан арылғаннан кейін сіз артық ойдан да арыласыз. Сізді артық ой, артық нәрсе мазаламайды. Миыңызда реттілік пайда болады. Тек қана қолданатын киім, киілетін киім, қолданатын заттар, қолданатын ыдыстар, сондай нәрселер ғана қалдырып қоясыз. Және үй жинағанда да бұрынғыдай қиналмай, күліп ойнап жинайтын боласыз. Себебі үйді жинау арқылы сіз миыңызды жинап алатыныңызды білесіз.
сізге ол нәрсе бұрынғыдай қиындық тудырмайды. Және сонымен қатар энергияңыз көп болады. Артық заттан арылғаннан кейін, мида реттілік пайда болғаннан кейін, ол энергия пайда болады, сізге энергия береді. Сіз барлық нәрсені тез істеп тастағыңыз келеді, уақытты үнемдеп пайдаланғыңыз келеді. Барлығын бұрынғыдай ысырап қылмай, үнемдеп, пайдаланып, жаратқыңыз келіп тұрады. Ақшаға дегенде үнемшілік пайда болады. Сіз түсінесіз, сізге өмір сүруіңізге, жайлы өмір сүруіңізге қатты көп заттың керекті еместігін. Яғни жалпы адамның жанының тыныштығына, жайлы жақсы өмір сүруіне көп қатты негізі артық зат керек жоқ. Өзінің қолданатын заты, өзінің күнделікті өзіне ыңғайлы, өзіне жарасымды киімі болса, өзін жақсы сезінсе, ол үйде, яғни қалай сіз жақсы сезінесіз? Артық заттан арылғаннан кейін жақсы сезінесіз ғой. Солай жақсы сезініп, өзіңізде көңіл күйіңіз көтеріліп, Құдайға деген шүкіршілігіңіз артады. Достар, сіздерге айтайын дегенім осы. Көргендеріңізге рахмет. Арнама жазылыңыздар. Менде ылғи да пайдалы ақпараттар, қазақша контентті қолдайық, достар. Сіздер қалай реттілікті іске асырып жүрсіздер, сол туралы астына комментарийге қалдырсаңыздар болады. Мен барлығын оқимын және жауап беремін.